Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 114-115 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 15. Listen, point and repeat, then number. Тыңда, көрсет және қайтала, одан кейін номерле дейді. Бұл жерде бізде сөздер берілген, сол сөздерге сәйкес сурет көрсетілген. Сол сөзбен суретті біз сәйкестендіруіміз қажет, одан кейін нөмірлейміз. Бірінші сөзді оқиық. Eat an ice cream. Балмұздақ жеу. Бұл бізде 5-ші суретте. Екінші сөз бізде sleep. Ұйықтау. Ұйықтау бізде 2-ші суретте көрсетілген. Келесі бізде listen to music. Музыка тыңдау. Бұл бізде 4-ші суретте көрсетілген. Келесі бізде watch TV. Теледидар көру. 7-ші суретте көрсетілген. Tidy my room. Бөлмені ретке келтіру. Бұл бізде 6-ші суретте көрсетілген. Келесі drink milk. Сүт ішу. Бұл бізде 3-ші суретте көрсетілген. Соңғы сөзіміз pick flowers. Pick flowers. Гүл теру. Гүл теру бізде 1-ші суретте көрсетілген. Exercise number 16. Talk with your friend. Досыңмен бірге айт дейді. Менде мысал берілген A. 1A. 1A. B. She's picking flowers. 1A дейтін суретке қарайтын болсақ, қыз гүл теріп жүр. She's picking flowers. Енді 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C дегендерді істеп шығатын боламыз. 1B. He's watching TV. Ол теледидар көріп отыр. 1C. She's flying a kite. Ол батпырауық ұшырып жүр. 2A. She's eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп отыр. 2B. Ducks are swimming. Үйректер жүзіп жүр. 2C. He's listening to music. Ол музыка тыңдап отыр. 3A. She's tidying a room. Ол бөлмені жинап жатыр. 3B. Ducks are sleeping. Иттер ұйықтап жатыр. 3C. He's drinking a milk. Ол сүт ішіп отыр. Exercise number 17. Read and underline. Оқып, астын сыз дейді. Бұл тапсырманы орындамас бұрын ережені оқиық. Study spot. Are they sleeping? Олар ұйықтап жатыр ма? No, they aren't. Жоқ, олар ұйықтап жатқан жоқ. Are they watching TV? Олар теледидар көріп отыр ма? Yes, they are. Я, олар теледидар көріп отыр дейді. Енді біз 17-ші тапсырмада сұрақтарға жауап беруіміз қажет, дұрыс жауап беруіміз қажет. Бірінші мысалды оқиық. 1. Are you watching TV? Сендер теледидар көріп отырсыңдар ма? Yes, we are. Я, біз көріп отырмыз. Yes, he is болса, ол көріп отыр болып жауап беріледі. Яғни дұрыс жауап yes, we are. Екінші сұрақ. Are they eating an ice cream? Олар балмұздақ жеп жатыр ма? No, they aren't. Дұрыс жауабы осы болады. No, I'm not деген мен жеп жатқан жоқпын. No, they aren't. Олар жеп жатқан жоқ. Яғни дұрыс жауап no, they aren't. Үшінші. Are we swimming? Біз жүземіз бе дейді. Yes, they are. Yes, we are. Дұрыс жауап yes, we are болады. Төртінші сөйлем. Are they picking flowers? Олар гүл теріп жатыр ма? Yes, they are. Yes, I am. Дұрыс жауап yes, they are болады. Я, олар гүл теріп жүр. Бесінші сөйлем. Are you sleeping? Сендер ұйықтап жатсыңдар ма? No, it isn't. No, we aren't. Дұрыс жауап no, we aren't болады. Exercise number 18. Listen and choose. Тыңда және таңда дейді. Бұл тапсырма бойынша арнайы тыңдалым беріледі. Сол тыңдалымды тыңдағаннан кейін дұрыс жауапты таңдаймыз. Ал тыңдалымды тыңдайық. 1. Lily! Daisy! What are you doing? Are you drinking milk? No, Nanny. We're eating an ice cream. 2. Where are Mom and Dad? They're in the bedroom. What are they doing? They're sleeping. 3.
Where are Liam and Jake? They're in the living room. What are they doing? They're watching TV. 4. Look at Grandma and Grandpa. They're flying a kite. They're so funny. Exercise number 19. Let's play. Кел ойнайық дейді. Бұл тапсырма балалармен ойналатын тапсырма. Суретте көрсетіліп тұрғандай, бір бала белгілі бір іс-әрекетті көрсетеді. Екінші бала сол іс-әрекетті табу қажет. Яғни суретте көрсетілген бала ұйықтап жатқан іс-әрекетті көрсетіп тұр. Екінші бала Are you sleeping? Сен ұйықтап жатырсың ба? деп сұрақ қойып тұр. Мысалға, музыка тыңдап тұрған іс-әрекетті көрсетсе болады. Екінші бала Are you listening to music? деп сұрайды. Сен музыка тыңдап тұрсың ба? Дәл осылай сыныпта ойын ойнасаңыздар болады. Өте қызықты өтеді.